Чо там қалайсыңдар? Сендермен бүгін мен Микопис. Бүгінгі видеода біз One Piece фильмінің бегстваға обзор жасайтын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең басында бір адам пираттарды жою үшін бір ұйым ашайық, және де олардың көзін толықтай құртамыз дейді. Пиратская выставка. Мугиваралықтар өздерінің қайығында той-тойлап жатқан кезде газеттен король пиратовқа арналған фестивальдің бар екендігін көреді, және де барамыз дейді. Нас ждет великая охота за сокровищем. Әрмен қарай мугиваралықтар киімдерін жинайды да фестивальға қарай жол тартады. Бұл фильм тура кәдімгі шынайы кино секілді жасалған. Осы фильмді жасаған директор Такаши Оцукаға мың алғыс айтамыз. Міне мугиваралықтар да фестивальға келіп қосылды. Я знаю вам все. Жүргізуші Дональд және де оның көмекшісі Эну. Энудің фруктысының аты Бидзе. Адам таңғалатындай сиқырлы нәрселерді жасауға күші жетеді. Бізге қайтадан флешбекті көрсетеді. Атақты король пиратов атанған Голди Роджердің қазынасы қай жақта? Мугивара Луфи өзінің қасына Кит, Ло және де Багиді да қосып алған болатын. Ло болса Багиді өзінің қасына телепортация жасап шақырып алады. Одан кейін бізге Смокерді көрсетеді. Ол өзінің қасындағы көмекшісімен импылдауының 6-шы уровенінен қашып кеткен бір адам жайлы әңгімелесіп жатады. Кемелердің барлығы келе жатқан кезде организатор аяқ астынан қарақшылар үшін шоу жасап жібереді. Офигеть! Морской поток до самых небес! Осылай аспаннан фантомба бір бәлені жасағаннан кейін бізге мугиваралықтардың достарын және де оларды таныстырады. Бұның аты Абу, Икстрек және Бонни мен Монахта бар. Және де сіздер білетін көптеген танитын адамдарды да көресіздер. Осылардың барлығы бірігіп бағалдегі организатор жасаған фестивальда той-тойлауға келген. Мугивара Луфи болса шыдай алмай ет жегісі келіп бара жатыр. Мугиваралықтар алдыға қарай шығып кетеді, яғни кемесімен бірге бірінші болып барлығынан озып кетеді. Сол кезде Трафальгар Лоның жатқандығын көреді. Сендер дереу бұл жерден кетіңдер, мені бір адам жарақаттады дейді, және де оның атын білмейтіндігін айтады. Барлығы дірілдеп жатыр. Ника Робинді болса Санчи мен Брук екеуміз қорғаймыз сені деп айтады. Луфи болса сендер неғып уайымдап тұрсыңдар, мен бар кезде еш нәрседен қорықпаңдар дейді. Да делай, что хочешь. Мугиваралықтар барлығынан аспаннан бірінші болып жерге мугиваралықтардың кемесі түсетіндігі белгілі әрине. Мугиваралықтар жерге түсті, барлығы да асыр салып қуанып жатыр. Нами болса мен ақшаның иісін сезіп тұрмын дейді. Бұл Голди Роджердің қазыналары болуы мүмкін дегендей қылады. Зоро осылай келе жатқан кезде алдынан бір адаммен тіресіп қалады. Жалғыз Зоро емес, қасындағы мугиваралықтар да өздеріне соперник тауып алады. Сокровища будут моими. Продолжайте драться, идиот. Барлығы да қазына үшін бір-біріне атака жасап жатыр. Бек Багиға атака жасайды, ал қазынаны кім алады сонда? Қалғандар ше тоқалдан туылды ма сонда? Ты навонял, Брук! Ма Бруктан мынандай нәрсе күтпедім. Саған ұнады ма, Робин? Маған ұнады. Мугиваралықтар өздерінің қасында бөтен адамның жүргендігін сезеді және алдынан Смокер атып шығады да Санджи мен ерегісіп кетеді. Санджи болса қалғандарына дереу кетіңдер деп айтады. Барлығы да бір-бірімен шайқасып жатқан кезде Баги тұрады да сендердің барлықтарың ақмақсыңдар, Голди Роджердің қазынасы енді менікі деп жатқан кезде Мугивара Луфи аспанға қарай ұшып секіріп кетеді. Дәл сол кезде ядерный бомбама бір нәрсе атылып кетеді. Әйтеуір дегенде ешкім өліп кетпегендігі анық. Худшая поколение барлығы да тірі секілді. Барлығы шаршап шалдығып жатқан кезде Усоп бір жәшікті ашып қалады. Какая-то бессмыслица. Организатор болса еш нәрсе демей өзінің жұмысын атқарып жатыр. Дәл сол кезде алдынан алып адам шығады да Мугивара Луфиға өл деп оны лақтырып жібереді. Не боларын алдағы уақытта көреміз. Осыдан кейін Мугивара Луфи бұны танымай тұрған кезде Баги болса мен енді өлем ғой, не істеймін деп жатқан кезде өзінің баяғы досын көреді. Таныс болыңыздар, бұның аты Дуглас Буллет, король пиратовтың екінші қолы. Алдынан анау-мынау адам шықпағаннан кейін барлық халық тұрғындары бір жерге қашуды жөн санайды.
Барлық жұмыс, барлық тапсырма қарақшыларға қалды. Ты продал нас всех! Роджердің қазынасы шынымен де бар. Алғыларың келсе, атака жасаңдар. Саған бізден не керек, сұмырай? Мен ең бірінші сені, содан кейін командаңның күл талқанын шығарып, әлемдегі ең мықты адам атанамын деп айтады. Санджи мен Робин қашып келе жатқан кезде алдарынан крокодайлды кездестіреді. Что тебе от меня нужно? Трафальгар Ло болса өзінің планын Буллетке қарсы жасап жатыр. Санджи мен Смокер болса шайқасып жатады. Сол кезде Санджи Смокермен сөйлесіп жатады. Неліктен төбелесіп жатырмыз? Смокер тымда түсінбейді. Баги болса өзінің командаластарымен кетіп бара жатыр. Оның жолдастары болса қатты қуану үстінде, себебі тірі қалдың, сен жеңдің деген сөз. Мен сенің бір жеріңді айырамын. Негізі Нетчесна секілді барлығы да Дуглас Буллетке жан-жақтан жабылады. Резиновая! Дуглас Буллет болса ешкімді упор көрмей барлығының да быт-шытын шығарып жатады. Тіпті Бектің өзінің мықтымын деп тұрған жерінен мал болып қалады. Барлықтарың да тым әлсіз екенсіңдер, одан да барып газель айдаңдар деп айтады. Мықты болғыларың келсе, бірінші мені жеңіңдер. Барлығы да не істерлерін білмей тұр. Барлығы да аң-таң. Дәл сол кезде Дуглас Буллет пен қоймай мына жақта Фуджитора да Зороға қарсы атака жасайды. Мугивары, прошу, спасите нас! Идиоты, давайте сражайтесь! Қалған мугиваралықтар болса не істерлерін білмей жатады. Жарайды, ендеше барлығымызда жан-жаққа бөлінейік. Ника Робин болса менімен бірге барады. Он просто раскидывает нас. Это сила того, кто станет королем пиратов. Осы сөзінен кейін Мугивара Луфидің бір жері ашып кетеді. Газелді кім айдайтын болды сонымен Луфи? Газелді мен емес, сен айдайсың, Дуглас Буллет қарғыс атқыр деп оны жан-жағынан ұрып тастайды. Құс болса барлық нәрсені жеткізіп тұр. Мынаны қараңдар. 5-ші Йонко ең мықты Голди Роджердің адамдарының бірі Дуглас Буллетпен шайқасып жатыр. Бұл не деген бассыздық дейді. Зороның қарсыласы сол баяғыдай Фуджитора. Барлықта өз-өздеріне қарсыластарын алып шайқасып жатады, бірақ та ешқайсысы да іске аспайды. Мен қазір сендерге өзімнің кереметтей бір күшімді көрсетейін. Акайну мен Дуглас Буллет ең күшті фруктларды иеленеді. Негізінен One Piece бойынша былай қарасаңдар, иә. Дуглас Буллет мә қуа бермеш, сен Акайнумен ешқандай да байланысың болмаса, бізді қалай жеңемін деп ойлайсың? Айтшы маған соны. Ты дурак, Мугивара. Капитаны вроде тебя слабаки. Болды, осымен бәрін аяқтайық. Мугивара Луфи деп жатқан кезде мына жақта біздің Зоро мен Фуджитора шайқасып жатады. Зоро Фуджитораға кереметте атакаларын жасайды, ал командаластары болса Зороның жеңетіндігіне 100% сенімді. Дәл сол кезде өзінің жаттықтырушысы Драгола Михоукты есіне алады. Барлығы да неліктен қуанып аң-таң боп жатыр десеңіздер, мына жақта Боа Хэнкок оралды, себебі Мугивара Луфиға көмектесу үшін. Мына жақта болса фокусник өзінің фокусын жасап жатыр. Одан кейін бізге адамдардың қазынасын көрсетеді. Бұл негізінен Рафтейл емес, Лафтейл ғой. Мә, неге біз оны адамдарға айтпаймыз? Прямой путь на Рафтель. Усоп болса өзінің рогаткасымен Буллетке атып жатқан кезде Буллеттің қолынан түсініксіз нәрсе өсе бастайды. Немене? Қарғыс атқыр, мына бәле қаяқтан шықты. Сені өзіңе сондай көп алады екенсің, кімнің күшігі екеніңді танымадым. Мына жақта болса мынау Надайл Ужеше осы барлығын ұйымдастырып жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл фильм Марвелдан мықтырақ па, мықтырақ емес па? Комментарийға жаза кетіңіздер. Одан кейін Хина пайда болады да барлығымен шайқасып жатқан кезде оны Смокер тоқтатады. Баги болса жыны келіп кетеді, себебі оны Смокер әрдайым ұстап ала береді. Рафтейлға дайын бол. Сені туған анаңа рахмет, сені өсірген әкеңе рахмет дейді де аспаннан үлкен метеоритті жерге қарай жаудырып жатқан кезде Зоро біздің балақай, әлбетте ол метеоритті түсіру үшін өзінің трехмеч стилін қолданады. Великий 3000 миров! Зоро осы метеоритті қазір смело шашып жатыр, бірақ өткендері Михоук Зороға разы болмаған еді, себебі ол
мынандай метеоритті құрсын, кішкентай нәрсені де кесе алмаған. Тебе нужно было его сразу сбить. Буллет өзінің король пиратовтың екінші оң қолы екендігін дәлелдеу үшін барлығында жайпап жатыр. Міне мықты. Чем слабее пес, тем громче лает. Немене Годзилла оралды ма, не өкпетті өзі? Дуглас Буллет ойпырмо алдына шыққан адамдардың барлығын жайпап шашып жатыр. Пираттардың барлығы да шайқасып жатқандығы белгілі. Ал мына жақта болса адмиралдар өздерінше жиналып жатыр. Маринфордта Акайну мен Кизару бір-бірімен байланысып жатады. Кизару мен Акайну байланысады. Ей, Акайну, егерде мугиваралықтар ұстамасаң көтіңді айырамын. Ясно, ты все-таки невероятен, Буллет. Мы прямо сейчас закончим эту идиотскую эру ублюдка Роджера. Буллет, мен саған барынша сенемін. Мына қарақшылардың көзін құрта алатын жалғыз адам сенсің деп оның бір жеріне, яғни артына суланбай кіреді. Сендер шайқаса беріңдер. Негізінен бұл айқаста тек қана бір команда жеңеді. Дозорнилар, қарақшылар ма? Әлде біздің Буллет па? Их цель устроить войну. Әрмен қарай адмиралдарға Буллет жайлы таныстырады. Негізінен мына жақта көптеген адмиралдар Буллет жайлы естімеген чорт адмиралдарда. Ал бірақ Сенгоку, Гарп және Акайну секілді мықты адмиралдар Буллеттің кім екендігін жақсы біледі. Буллет білесің бе Сенгоку? Мына сұмырай Буллет Импел дауының 6-шы уровенінен қашып кеткен. Бұны қалай ғана түсінеміз? Егерде ол Роджерге ұқсайтын адамды көретін болса, қуып кетеді. Роджерге ұқсайтын адам кім болуы мүмкін? Усоп болса барлығынан кешірім сұрайды, себебі ешкімді де құтқара алған жоқ. Усоптың үстінен үлкен ағаш құлайын деп жатқан кезде оны Брук құтқарып қалады. Чоппер болса қалғандарына көмек беруі қажет. Қалған мугиваралықтар Буллет жайлы және де басқа өзге де ақпараттарды іздестіріп жатыр. Хина болса мына жақтан біз кетуіміз керек, қалғандарын пираттар реттейді деп жатқан кезде Акайнудың бұйрығынан ешқандай да құтыла алмаймыз. Егерде Буллетті пираттар өлтіретін болса, біздің Дозорни деген атымыз қаяқта қалады сонда? Дурак. Көп сөйлей бермей бір жерлеріңді қысып менімен бірге жүріңдер деп кетіп қалады. Смокердің алдынан Сабо пайда болады. Чотам көріспегелі көп болды. Смокер, мугивараға тиспе, көтіңді айырамын. Прочь с дороги. Отступаем! Бежим быстрее! Хэнкок болса қып-қызыл нәрсені көріп бұл Луфи болып қалады-ау деп ойлаған еді, бірақ та әттең Баги пайда болады. Луфи болса қалғандарына сендер тыныш тұрыңдар, ана дәуді мен өзім жеңемін деп аттанады. Сабо мен Смокер болса шайқасып жатады, ал мына жақта Боа Хэнкок болса Луфиді қайда деп жан-жақтан іздейді. Я вас спросила, где Луфи? Больше ничего. Убери с меня ногу, женщина! Егерде өлкілерің келмесе бір әрекетін жасаңдар. Пираттарға сенгенімше өлгенім артық. Луфи болса шапалақпа бір бәле жеп қалады. Барлығымызда не істейміз деп аң-таң болып жатқан кезде Мугивара Луфи Хэнкоктың жағдайын сұраған еді. Хэнкок болса бақыттан бас айналып қалады. Барлықтарыңа назар аударыңдар. Барлығымызда мына алдымыздағы тұрған дәудің быт-шытын шығаруымыз керек. Хэнкок болса мына Мугивара үшін барлығын жасайды да өзі бірінші болып шабуыл жасайды. Шабуыл жасаған кезде ішінен фиолетовый болып әп-әдемі болып кетеді екен. Ассалаумағалейкум жамағат, қалайсыңдар? Мен де шайқасуға келдім. Осылайша барлығы да Буллетке қарсы шабуыл жасайды. Ваши глупые трюки меня не остановят. Сабо өзінің отын қосады, Смокер өзінің желін қосады. Барлығы да бірігіп Буллетке атака жасаған кезде оң қолынан айырылады. Прощаюсь с мамочкой. Спасибо, что вырастила меня, дурака, таким. Барлық пираттар мына Дуглас Буллетті жеңіп жатырмыз деп қуанып жатқан кезде ортаға Роб Лучи келіп қосылады. Баги болса қарқылдап күледі, организатор болса қалайша? Мен барлығында жасадым ғой, деп қайғырады. Буллет болса бір қолынан айырылды, енді оны да канса құлату үшін мугиваралықтар жиналады да бір соққы жасайды. Буллетке осылайша барлығы жабылып құлатып жатқан кезде Мугивара Луфи өзінің точкасын қою үшін соңғы рет Буллетке атака жасайды.
Эй, Мугивара Луфи, менің саған жаман жаңалығым бар. Сен мені отылды деп ойлап қалдың ба? Менің костюмымның ішінде костюм бар. Қалай қарайсың, осындай нәрсені көріп пе едің? Луфи болса не айтарын білмей қалады. Дәл сол кезде Санджи пайда болады. Зоро болса қайтадан крокодайлмен ерегісіп қалады. Барлық пираттар өз-өздеріне қарсыластарын тауып алады да шайқастарын бастап кетеді. Ең басты қарсыластар Мугивара Луфи мен Дуглас Буллет арасындағы шайқас. Сильнейший во всем океане. Аузыңды жапшы, бұл жақта ешқашанда жалғыз өзің жеңе алмайсың, тек қана командаңмен жұмыс жасайсың деп жатқан кезде кішігірім флешбекті көрсетеді. Буллет өзінің есіне өзінің капитанын алады. Стану королем пиратов, чтобы отыскать награду. Мугивара Луфи да Дуглас Буллетті екеуі де бір-біріне удар береді де жерге қарай жатып құлап қалады. Луфидің алдына әлбетте Хэнкок бірінші жүгіріп келеді. Организатор болса мугиваралықтардың қалай ғана жеңгендігін түсіне алмайды. Луфи сандықтағы затты алады да сындырып жібереді. Оны крокодайл алғысы келген еді. Сволочь, что ты натворил? Мен Рафтелге жету үшін бірінші Панеглифті, одан кейін қалған Йонколардың барлығын жеңемін деп айтады. Как всегда сглупил, Мугивара я. Сабо болса бағалегі организатордың быт-шытын шығарып жібереді. Ол жерде жатып енді Буллетті емес Мугивара Луфиді қолдаймын деп айтады. Уайымдама, Мугивара сен сияқты маскүнем топастарға қарамайды деп айтады. Негізінен пират дейтін тарихтарда да қарасаңыздар өте жауыз болып келеді. Олар әрдайым командасымен жұмыс жасаған. Барлық пираттар осылай келе жатқан кезде алдарынан Барсалино күтіп алады. Драгоценный камень Ясакали. Кисару! Огненный кулак! Смокер болса қалған адмиралдарға Мугивара Луфи барлық алтындарды, қазналарды алып кетті деп айтады. Келесі видео 7000 подписчик болған кезде шығатын болады. Сау болыңыздар.